Рамазан мұқтаждарға көңіл бөлу айы. Рамазан айының үлкен тағылымдарының бірі аштық пен шөлдің дәмін татып, аш және мұқтаж жандар туралы ойлау. Рамазан күндеріне арналған дұғада: «Уа Алла, барлық кедейлерді бай ет. Уа Алла, барлық аштардың қарнын тойдыр» деп сұраймыз. Бұл дұға тек оқылатын нәрсе емес. Бұл әркімнің кедейшілікпен күресудегі жауапкершілігін сезінуі және мұқтаж жандардың жүзінен жоқшылық шаңын кетіруге ұмтылу үшін жасалып отыр. Бұл талпыныс қоғамдық парыз. Құран кәрімнің аяттарында келесіні оқимыз: «Қиямет күнін өтірік деушілерді көрдің бе? Міне, жетімді қайтарып, міскінді тамақтандыруға шақырмайтын адам». Қиямет күнін жоққа шығарудың бір белгісі адамның кедейлер мен міскіндердің кедейлігіне немқұрайлы қарауы, олардың алдында жауапкершілікті сезінбеуі. Рамазан айындағы оразаның арқасында аштық пен шөлді, сондай-ақ адам жаны аңсаған нәрсенің жоқтығын түсініп, сезінеміз. Бұл бізді ислам әрбір мұсылманнан қалайтын жауапкершілік сезіміне жақындатуы керек.